Димаш Құдайберген бүгінде қазақтың ғана емес, бүкіл түркі дүниесінің мақтанышы. Ал жақында оның өнері тағы да жоғары бағаланды. 2025 жылдың шілдесінде Қырғызстанның көркем өлкесі Ыстықкөл жағасында өткен халықаралық Мейкин Азия фестивалінде Димаш күтпеген тосын сыйға ие болды. Фестивальдің жабылу салтанатында Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаровтың арнайы жарлығымен Димашқа Қырғыз Республикасының халық әртісі атағы табысталды. Бұл сирек кездесетін әрі ерекше марапат. Өйткені бұл бір ғана әншіге емес, қазақ халқына, қазақ өнеріне деген құрмет. Екі ел арасындағы достық пен мәдени бауырластықтың нақты дәлелі. Сахнаға шығып марапатты қолына алған сәтте Димаш шын жүректен алғысын айтты. Бұл марапат халықтар арасындағы достықтың белгісі. Қазақ пен қырғыз бауыр. Осы сыйлық мен үшін өте қымбат, деді ол. Айта кетейік, бұл Димаштың алғашқы марапат емес. Бұған дейін 2023 жылы ол Қазақстанның халық әртісі атағында алған болатын. Енді міне, бауырлас қырғыз елінің де халық әртісі атанып отыр. Бұл нағыз тарихи сәт. Димаштың дауысы тек ән емес. Ол жүрекке жететінін, ол халықтарды біріктіретін рухани көпір. Осындай мақтаныштарымыз көп болсын. Егер сіз де Димаштың өнерін құрметтесеңіз, лайк басып пікір қалдырыңыз.